Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 55-ші сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сөйлемдегі сөздердің байланысын табатын боламыз. 18-ші жаттығу әңгімені мәнерлеп оқы. Бейбіт бақша ішінің балшығын бейберекет шашып, қопарып ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария, әй балам, жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп күтпеймісің? Ол сені асыраушы анаң ғой, деді. Балшықта анаң дегеніне аңтаң болған Бейбіт, менің анам үйде, аты Зейнеп, деді. Бейбіт үйге келді. Анасы баласының үсті-басын көріп ренжіді. Тамағын ішіп көңілі жайланған соң Бейбіттің есіне қарияның айтқаны түсті. Апа, деді ол, бүгін бір атамаған жерді босқа қопарма. Ол да сенің анаң, деді. Ол не дегені? Сен не дедің? Деп сұрады Зейнеп. Менің анам үйде, дедім. Балам-ай, неге осынша кір балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз, онсыз тіршілік жоқ. Қайыржан Сәрсекеев. Мәтіннің мазмұнын айт, мәтінге ат қой, неліктен жер біздің анамыз деп ойлайсың. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көр. Балалар, мәтіннің аты жер біздің анамыз. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мысалы, жаңбыр жауды. Жаңбыр қайтты? Жаңбыр жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. 19-ші жаттығу мақалды көшіріп жаз. Дихан жерін мақтайды, балықшы көлін мақтайды. Дихан не істейді? Дихан мақтайды. Несін мақтайды? Жерін мақтайды. Балықшы не істейді? Балықшы мақтайды. Несін мақтайды? Көлін мақтайды. 20-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең құрастыр. Керекті сөздер: терезені, су, тамшылар, жаңбыр, тазартып. Тырс-тырс, жаңбыр көп жауады, тамшылар тамады. Тырс-тырс, терезені қағады, су болып ағады. Тырс-тырс, тазартып ауаны, жаңбыр көп жауады. Жаңбыр не істейді? Жаңбыр жауады. Қалай жауады? Көп жауады. 21-ші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Ауаға су айнала ма? Ауа суға айнала ма? Балар, жаңылтпашты тез арада жаттап аламыз да, кітапты оқулықты жауып, дәптерімізді ашып жатқа жазамыз. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызда намысқа тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.